Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. 1980 жыл. Мәскеу. Олимпиаданың ақтық мәресі. Қазақтың керемет спортшысы Серік Қонақбаев ақтық мәреде жеңіліс тапты. Бұл барлық қазақ жұртын рухани күйреткен жеңілістей көрінді. Неге қазақтың тамаша жігіттері әділетсіздік көріп жеңіле береді деп қаншама қазақ күйзелді. Ағасы сонау Мәскеуде әділетсіздік көріп жеңіліп қалған күні Түркістанда 4 айлық нәресте бесікте жатты. Бұл нәресте ағасы Серік Қонақбаев жете алмаған биікке бар болғаны 20 жасында жеткен. Бүкіл тәуелсіз Қазақстан тарихында тұңғыш Олимпиада чемпионы Бекзат Саттарханов болатын. Оның кенеттен келген өлімі жол апатынан ба, әлде қазақтың қаршадай дарынды жігітіне қастық ойлаушылар болды ма? Ол үшін Бекзаттың өмірінен сәл үзінді келтірейік. Киелі Түркістан топырағында дүниеге келген Бекзат үйдің кенжесі әрі ең әлжуазы болатын. Бала кезінен жиі ауырып, ата-анасы ол үшін қатты алаңдайды. Сондықтан өзін қорғай білсін деген оймен алдымен күреске қатыстырады. Алайда Бекзаттың таңдауы бокс болатын. Ол күндіз-түні жаттығуда тер төкті. Біз үшін оңай көрінетіндей болуы мүмкін, алайда оның әрбір жеңісі ұйқысыз өткен түндердің арқасында келді. Тіпті мектепке барарда ақшасы жетпеген кездері 15 километрлік жолды жаяу жүгіріп өту ол үшін қиынға соқпайды. 10-шы сыныптан бастап Шымкентке барып, сонда бір жолата бокстың ізіне түседі. Өзі аурушаң болған шынашақтай ғана бала үлкен биіктерге ұмтылады. Өзін ешкімнен кем көрмейді. Әлем чемпионы болғанда ғана ата-анасын қиындықтан құтқаратын ол жақсы түсінді. Бойшаңда сұлу келбетті Бекзатқа небір сұлулар көз салды. Алайда оның бар ойы, бар мақсаты қайткенде де жеңімпаз атанып, елінің атын шығару еді. 1995 жылы Түркістан қаласында өткен Сейітбековті еске алу турнирінде ең алғаш рет ол жеңімпаз атанады. Кейін сол кезде сыйлыққа алған Түркістан 95 деген жазуы бар қыш құмыраны Сидней алтыннан да ыстық көретін кейін жымия еске алады. Осы жарыс оның жолын ашқан ба дерсің. Біз тек Бекзатты Сидней алтынмен ғана танимыз. Алайда ол соған дейін Венгрия, Германия, Чехия, Испания, Болгария, Таиланд, Мәскеу мен мұхит асып Аргентинада жеңімпаз атанды. Бұл сайыстардың бәрі оны Сидней олимпиадасына дайындаған еді. Шынына келгенде елдегі бокс мамандары Бекзатты Сиднейге жібергісі келмейді. Әрине, жасы небәрі 20-дағы балаға қалай сенім артуға болады? Алайда бас бапкер Тұрсынғали Еділов шынашақтай Бекзаттың көздерінен жалындаған отты көре білді және командаға енгізді. Олимпиадаға бармай тұрып, жаттығып жүрген көп қара домалақтың бірі Бекзаттан да журналистер сұхбат алады. Сол кездегі сұхбатында ол былай деген еді. Осы Олимпиадаға барып менің осы мақсатым еліміздің көптігін биікке желбіретсем ба деген барып. Әшейін бару болмайды ғой. Барғаннан кейін обязательно алтын медаль алу керек. Еліміз, халқымызды қуанышқа келтіру керек. Үлкен халқымыз артымыздан үміт күтіп отыр. Сонымен әлем күткен Сидней 2000 жыл. Бекзаттың спорт карьерасындағы ең алғашқы әрі ең соңғы олимпиадасы басталды. Оның алғашқы қарсыласынан бастап ең мықтылар болып шықты. Түркия атынан шыққан, осы кезге дейін атағы жер жарған Рамзан Пальяни атын әлем түгіл Қазақстанның өзі толық тани қоймаған 20 жасар жігітпен жұдырықтасты. Төрешілердің түрік боксшысына бүйректері бұра бастайды. Алайда Бекзаттың шебер соққылары бұл шайқастың жеңісін Бекзатта екенін көрсетті. 12-де 11 есебімен Бекзат келесі кезеңге өтті. Жартылай финалда марокколық спортшы Бекзаттың шаңына да ілесе алмай қалады. Бұл қазақ жігіті үшін финалға жолдама берді. Алайда ақтық айқас Бекзат үшін жан алысып, жан беріскен минуттармен өтті. Оның қарсыласы ақш-тың ең атақты Рикардо Хуарес атты боксшысы болды. Алайда желден жүрек қимылдап, қазақ топырағында жаттыққан қаршадай Бекзат қарсыласын айқын басымдықпен жеңіп шықты. Осыдан кейін 57 келі салмақ дәрежесі қазақтардың еншісіне тиесілі болғандай көрінді. Белгілі олимпиада чемпионы Ермахан Ибраимов Бекзат туралы былай дейді. Еңбекқорлығында шек жоқ еді. Дәрігерлер, жаттықтырушылары
сіз тым көп жаттығасыз, бұл жүрекке ауыр болуы мүмкін деп оны тоқтатып аздап баяулауын өтінетін. Тіпті бір жерлерде оған тыйым салынған, бірақ ол чемпион атану үшін жанын салып жаттықты. Боксқа бар ынтасымен кірді. Ол бәрін қағып алатын кереметтей талантты адам болатын дейді. Бар болғаны 20 жас ғұмырында Бекзат 143 жекпе-жегін өткізіп, оның 132-сінде жеңіске жетті. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Сидней Олимпиадасындағы жеңісі үшін оған бірінші дәрежелі барыс орденін берді. 20 жасар жігіт Бекзат тарихымызда барыс орденін алған тұңғыш қазақ ретінде тарихта қалды. Жаңа жылдың басталуына бар болғаны бірнеше минуттар қалғанда мерекені достарымен қарсы алу үшін асығыс машинаға отырып жылдамдығын арттырды. Осылайша 20 жасында даңққа бөленген Олимпиада чемпионы қайталанбас талант иесі көлік апатына ұшырап, ауруханаға жетпестен оқиға орнында қаза болды. Әлемдік даңқ сыйлаған Олимпиада жеңісінен кейін ол 3 ай ғана өмір сүрді. Көптеген ақпарат құралдары қазақ спортшысының өлімін ақшаға құныққан баскесерлер қолдан ұйымдастырды десе, енді бір тобы бұл оқыстан болған оқиға деп санайды. Алайда 2011 жылы болған жан түршігерлік оқиға бар қазақтың жағасын ұстатты. Қаскөйлер Бекзатқа арнап тұрғызған қабірдің басындағы спортшының медальдарының көшірмесін түгел тонап кеткен еді. Видеомызды елге Олимпиада чемпионы болып оралған Бекзаттың сөздерімен аяқтағанды жөн көрдік. Қазақ халқының көк туын биікке көтерсем, дүниежүзінің алдында қазақ халқының әнұранын естіртсем деген ойда болдым. Ол арманыма жеттім. Түркістан ата-бабаларым қолдады, әруақтарымыз қолдады, және қазақ халқының сенімін артты деп ойлаймын.